Тез арықтауға әуес дүниеде түрлі диеталар мен арықтататын дәрілер азғыруы мүмкін. Көптеген адамдар тез нәтиже беретін шешімдерді іздейді. Бірақ бұл әдістер көбінесе уақытша ғана әсер етеді, және денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Бірақ, шынайы денсаулық табиғи әдістерді қолданудан келеді. Табиғатпен үйлесімді өмір сүру арқылы, біз өзіміздің ішкі тепе-теңдігімізді таба аламыз. Қазақтың дәстүрлі медицинасы, ғасырлар бойы жинақталған тәжірибеге негізделген тұтас жолды ұсынады. Бұл әдістер тек физикалық денсаулықты ғана емес, сонымен қатар рухани және эмоционалдық тепе-теңдікті де қамтиды. Бұл әдіс денедегі тепе-теңдікті қалпына келтіруге бағытталған. Дененің әрбір бөлігі үйлесімді жұмыс істегенде, ғана шынайы денсаулыққа қол жеткізуге болады. Дененің табиғи ырғағын түсініп, табиғат сыйлықтарын пайдалану арқылы денсаулығымызды жақсартып, тұрақты түрде арықтай аламыз. Табиғи шөптер мен дәстүрлі әдістерді қолдану арқылы, біз өзіміздің ішкі күшімізді арттыра аламыз. Бұл сау салмаққа барар жолда өзіңізді шектеу емес, керісінше, денеңізді пайдалы тағамдармен және уақытпен тексерілген әдістермен нәрлендіру. Дәстүрлі қазақ тағамдары мен өмір салты денсаулықты жақсартуға көмектеседі. Бұл сіздің ақылыңыздың, денеңіздің және айналаңыздағы әлемнің арасындағы байланысты қайта ашу. Табиғатпен байланыс орнату арқылы, біз өзіміздің ішкі тыныштығымызды таба аламыз. Ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан бұл тұтас көзқарас, денеңіздің табиғи емделу және өркендеу қабілетін ашудың кілтін ұстайды. Бұл әдістер біздің ата-бабаларымыздан қалған мұра, және оларды қолдану арқылы, біз өзіміздің денсаулығымызды жақсарта аламыз. Ғасырлар бойы қазақ халқы табиғаттың емдік күшіне сүйеніп келді. Ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан қазақтың дәстүрлі медицинасы денсаулықты тепе-теңдік күйі деп санайды. Бұл тепе-теңдік физикалық, психикалық және рухани әл-ауқатты қамтиды. Бұл тәсілдің негізінде дененің өзін-өзі емдеу қабілеті жатыр. Дәстүрлі емшілер, яғни бақсылар, қазақ қоғамында маңызды рөл атқарды. Бұл емшілер шөптермен емдеу, массаж әдістері және рухани емдеу тәжірибелері туралы білімдерімен танымал болды. Олардың даналығы көбінесе ауызша беріліп, барлық тіршілік иелерінің өзара байланысын атап көрсетті. Бұл тұтас көзқарас, дәстүрлі қазақ медицинасының салмақ жоғалтуға деген көзқарасының негізін құрайды. Қазақтың дәстүрлі медицинасы дененің сигналдарын тыңдауға баса назар аударады. Салмақ қосуды тек физикалық мәселе ретінде қарастырудың орнына, ол негізгі теңгерімсіздіктерді ескереді. Бұл теңгерімсіздіктер диеталық, эмоционалды немесе рухани болуы мүмкін. Дененің нәзік белгілеріне назар аудару арқылы, салмақ қосудың түпкі себептерін анықтай аламыз. Пульсті диагностикалау және тілді бақылау сияқты дәстүрлі диагностикалық әдістер дененің ішкі жағдайы туралы түсінік береді. Бұл әдістер емшілерге жеке адамның ерекше конституциясын түсінуге және емдеуді тиісінше бейімдеуге көмектеседі. Бұл жеке тәсіл салмақ жоғалтудың бір өлшемді шешімі жоқ екенін мойындайды. Қазақ даласы емдік қасиеттерімен танымал өсімдіктер мен шөптерге бай. Дәстүрлі емшілер, бұл табиғи дәрі-дәрмектерді салмақты басқаруды қоса алғанда, әртүрлі денсаулық мәселелерін шешу үшін ұзақ уақыт бойы қолданған. Аскөк пен түймедақ сияқты кейбір шөптер ас қорытуға пайдалы екені белгілі. Бұл шөптер ас қорыту жүйесін тыныштандыруға, кебулерді азайтуға және ішектің тұрақты қозғалысын жақсартуға көмектеседі. Қалақай және бақ-бақ сияқты басқа шөптер табиғи диуретиктер ретінде әрекет етеді. Артық су салмағын жоюға көмектеседі. Шөптерді дәрілік мақсатта қолдану, әрқашан білікті маманның басшылығымен жүргізілуі керек екенін ескеру маңызды. 5-ші бөлім, жерден нәр алу. Дәстүрлі қақ тағамдары, көшпелі өмір салтымен және даланың молшылығымен қалыптасқан дәстүрлі қазақ тағамдары салауатты тамақтану әдеттері туралы құнды түсініктер береді. Қазақ халқының тағамдары ғасырлар бойы қалыптасқан және олардың өмір салтына бейімделген. Бұл диета дәстүрлі түрде ет, сүт өнімдері және ашытылған тағамдарға негізделген. Қазақтар етті көп тұтынған, әсіресе қой және жылқы етін. Қой немесе жылқы еті, ақуыз бен маңызды қоректік заттармен қамтамасыз етті. Бұл еттер денсаулыққа пайдалы және күш-қуат беретін тағамдар болып саналады. Қымыз деп аталатын ашытылған бие сүті сие сүт өнімдері, ішек денсаулығын жақсартатын пробиотикалық қасиеттері үшін бағаланды.
Қымыздың құрамында көптеген дәрумендер мен минералдар бар. Ашыту процесі қоректік заттарды оңай сіңіруге мүмкіндік берді. Бұл процесс тағамның қоректік құндылығын арттырып, денсаулыққа пайдалы әсерін тигізді. Қазіргі қазақ тағамдарына көбірек өңделген тағамдар енгізілгенімен, дәстүрлі диета принциптеріне оралу салмақты басқаруға және жалпы әл-ауқатқа көмектеседі. Дәстүрлі тағамдар табиғи және пайдалы ингредиенттерден тұрады. Бұл денсаулықты жақсартуға ықпал етеді. 6 бөлім. Ақыл, дене және рухтың өзара әрекеттесуі. Дәстүрлі қазақ медицинасы ақылдың, дененің және рухтың өзара байланысын мойындайды. Эмоционалды әл-ауқат физикалық денсаулық үшін ажырамас бөлік болып саналады. Және керісінше. Стресс, мазасыздық және эмоционалды тамақтану дененің табиғи тепе-теңдігін бұзып, салмақ қосуға ықпал етуі мүмкін. Медитация және табиғатта уақыт өткізу сияқты дәстүрлі тәжірибелер эмоционалды тепе-теңдікті нығайту үшін ұсынылады. Бұл тәжірибелер ақылды тыныштандыруға, стресс деңгейін төмендетуге және ішкі тыныштық сезімін дамытуға көмектеседі. Әл-ауқаттың эмоционалды және рухани аспектілерін шешу арқылы, біз денсаулығымызды жақсарту үшін қолайлы негіз жасаймыз. 7 бөлім. Табиғаттың емдік күшін қабылдау. Дәстүрлі қазақ медицинасы табиғатпен үйлесімді өмір сүрудің маңыздылығын атап көрсетеді. Қазақ халқының емшілері табиғи шөптер мен өсімдіктерді пайдаланып, денсаулықты жақсартудың жолдарын іздеген. Олар табиғаттың емдік қасиеттерін терең түсініп, оны күнделікті өмірде қолданған. Таза ауада дем алу және табиғи әлеммен байланысу жалпы әл-ауқат үшін маңызды болып саналады. Орманда серуендеу, тауларда дем алу, өзен жағасында тынығу, мұның бәрі денсаулыққа оң әсер етеді. Жаяу жүру, атпен жүру және басқа да дене белсенділігі түрлері күнделікті өмірдің ажырамас бөлігі болды. Бұл іс-шаралар тек физикалық денсаулықты жақсартып қана қоймай, рухани тепе-теңдікті де сақтауға көмектеседі. Жүгіру, велосипед тебу және атпен жүру сияқты дене белсенділігі түрлері қазақ халқының өмірінде маңызды рөл атқарды. Бұл іс-шаралар дене жаттығуларын ғана емес, сонымен қатар табиғатпен терең байланысты дамытты. Бұл іс-шаралар тек дене жаттығуларын ғана емес, сонымен қатар табиғатпен терең байланысты дамытты. Ашық аспан астында йога жасау, немесе жай ғана табиғатта тынығу, бұл денсаулықты жақсартудың тамаша тәсілі. Табиғатпен байланыс дене мен рухтағы тепе-теңдікті сақтау үшін өте маңызды деп саналады. Медитация немесе тайчи сияқты іс-шаралар табиғаттың тыныштығын сезінуге және ішкі үйлесімдікті табуға көмектеседі. Бұл байланыс дене мен рухтағы тепе-теңдікті сақтау үшін өте маңызды деп саналады. Табиғаттың тыныштығы мен сұлулығы адамға ішкі тыныштық пен үйлесімдікті табуға көмектеседі. Қазіргі заманда табиғаттан ажырап қалу оңай. Қаланың қарбалас өмірі мен технологиялық дамудың әсерінен біз табиғатпен байланысымызды жоғалтып аламыз. Бірақ табиғатқа оралу бұл біздің денсаулығымызды жақсартудың маңызды қадамы. Табиғатты өмірімізге енгізу үшін саналы түрде күш салу салмағымызды жоғалтуға және жалпы әл-ауқатымызды жақсартуға көмектеседі. Табиғатта серуендеу, ашық аспан астында жаттығу жасау, немесе жай ғана табиғаттың сұлулығын тамашалау, бұл біздің денсаулығымызды жақсартудың тамаша тәсілдері. 8 бөлім. Салмақ жоғалтуға арналған дәстүрлі қазақ тәсілдерінің артықшылықтары. Дәстүрлі қазақ медицинасы салмақ жоғалтуға тұтас және тұрақты тәсіл ұсынады. Денедегі теңгерімсіздіктерді шешу және ақыл, дене және табиғат арасындағы үйлесімді қарым-қатынасты дамыту арқылы бұл тәсіл тұрақты әл-ауқатты қолдайды. Тез шешімдерге назар аударудың орнына, ол біртіндеп және тұрақты өзгерістерге баса назар аударады. Бұл тәсіл жеке тұлғаларға өз денелерін тереңірек түсінуге және салмақ жоғалтудан тысқары денсаулыққа пайдалы әдеттерді қалыптастыруға көмектеседі. Бұл денені және жанды нәрлендіретін, тұрақты денсаулық пен өміршеңдікке әкелетін өмір салтын қабылдау туралы. 9 бөлім. Әл-ауқатқа апаратын тұтас жол. Қайшы келетін салмақ жоғалту бойынша кеңестерге толы әлемде дәстүрлі қазақ медицинасы жаңа және уақытпен тексерілген балама ұсынады. Бұл тұтас тәсіл бізге шынайы әл-ауқат тек таразыдағы саннан ғана емес екенін еске салады. Бұл біздің денемізді құрметтеу, ата-бабаларымыздың даналығын құрметтеу және табиғатпен үйлесімді өмір сүру туралы.
Осы қағидаттарды ұстану арқылы біз өзін-өзі тану және тұрақты өзгеріс сапарына шығамыз. Бұл сапар бізді тепе-теңдікке, денсаулыққа және өміршеңдікке апарады. Өмірімізді толық өмір сүруге мүмкіндік береді.